Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта біз цилиндрдің бөліктерінің ауданын табуды және де оның көлемін табу, цилиндрдің көлемін табуды және де осы радиусты ұзындығын, яғни биіктігін өзгертіп сабақ қалай өтуге болады, цилиндрді қалай саламыз және де осы цилиндрді жазықтықпен әкеліп қиған кезде оның қимасы қалай өзгереді. Яғни, мысалы, Е нүктесін нүкте ауысқан сайын қима қалай өзгертеді. Осы жағдайлармен танысатын боламыз. Бұл жұмысты жасау үшін бізге не қажет? Бірінші құралдар бөліміне кіреміз. Бізге қажетті екі нүкте қажет. Бірінші жаңа нүкте батырмасын басып, А және В нүктелерін белгілеп аламыз. А, В нүктесі пайда болды Z осының бойынан. Енді төменге қарай түссеңіздер, цилиндр құралы бар. Екі нүктені таңдаңыз және радиусты енгізіңіз. Екі нүкте ол бізде биіктік болып табылады. А, В нүктесін белгілейміз және радиусы қанша сантиметр болсын. Мысалы, 3 сантиметр болсын. 3 жазамыз. Бізге радиусы 3 болатын цилиндр берілді. Қараңыздар. Бұдан кейін, енді қараңыздар, біз биіктігін және радиусын көрсетейік. Ол үшін екі нүкте арасында кесіндіні белгілейміз. А, В нүктесін қосамыз. Және В мен шеңбердің бойындағы кез келген бір нүктені қосасыздар. Бассаңыздар, В-сы кесіндісі шығады. Енді бұл кесінділерге біз ат береге, өйткені В-сы бізде R ол цилиндрдің радиусына тең, а В ол бізде H-қа, яғни цилиндрдің биіктігіне тең. Мұнда осы кесіндінің үстін басамыз. Мұнда А деген әріпті көріп тұрсыздар. Мына жерге H деп белгілейміз. Және белгіні көрсету батырмасын басамыз. Ары қарай В-сыны да тура солай мұнда R деп жазамыз. Радиусты. Белгіні көрсету. Міне бізге В-сының R-ге тең, А-ның H-қа тең екені белгілі болды. Енді ары қарай осы цилиндрдің белгілі бір жазықтықпен қиғандағы қимасын көрсету керек. Астындағы жазықтықты алып тастасақ болады. Ол жазықтықты біз қалай саламыз? Ол үшін цилиндрдің бойынан кез келген нүктені таңдауға болады. Мысалы, мен кез келген жерінен бір үш нүкте белгілеймін. D, E, F нүктелері. Енді осы үш нүкте арқылы өтетін жазықтықты салып көрсетейік. Міне. Осы жазықтықпен міне қиды бізде. Енді қимамыз қалай өзгереді? Қимамыз қандай болады? Бізге нақты көрініп тұрған жоқ, е? Оны ізін қалай нақты көрсетеміз? Ол үшін екі объектінің қиылысу батырмасын басып, жазықтықты және цилиндрді көрсетсеңіздер болады. Бірақ бұл жерде цилиндр нақты көрсетілмей қалу мүмкін, сондықтан алгебра бөліміне кетесіздер. Және де цилиндрді геогебра А әріпімен белгілеген, ал жазықтықты П әріпімен белгілеген. Сәйкесінше жазамыз қиылысу, объект және объект. Мұнда П, яғни біздегі жазықтық П әріпімен белгіленген, ал цилиндр А әріпімен белгіленген. Enter батырмасын бассақ, біздегі қиманың суреті шығады. Өзімізге керек емес жазықтықты алып тастайық. Қимамыздың суреті шықты. Енді қараңыздар, жазықтықты біз өзгерте аламыз. Қалай? Нүктелердің орнын ауыстыру арқылы сіздер балаларға осылай олар қалай қияды, соны нақтылап көрсетсеңіздер болады. Немесе мынаяқта анимация бар. Анимацияны басуға болады. Мысалы, Е нүктесінің анимациясы жүріп жатыр. Е нүктесінің өзгерісіне байланысты қиманың да өзгерісі көрініп тұр.
балаларға өте ыңғайлы көруге және қызығушылығын оятады. Келесі мәселе, біз жазықтықты алып тастайық. Өсті де алып тастайық, қараңыздар. Енді бізге белгілі бір есеп берілсін, қиылысуды ала қойық. Керек емес бізге әзірге қиылысу. F нүктелерінде алайық. Радиусы бар, H бар. Енді бізге керек мәлімет есеп берілсін. Ол есепті осы бағдарламаның көмегімен өздеріңіз салсаңыздар болады, немесе мен бір есеп айтайын. Қараңыздар. Ол бізде радиусы, қарайғы, радиус қаншаға тең. Ол үшін мұнда бағдарлама өзі радиусын есептеп береді. Арақашықтық деген батырма бар. Соны басамыз және V-сы кесіндісін көрсетеміз. Мұнда айтып тұр, V-сы тең 3-ке деп. Енді A-ны көрсетейік. H тең 4-ке. Так, мұнда да осылай жасайық. V-сының үстін бассақ, бізде сразу бірден шығады екен. R тең 3-ке. Так, осы радиусы 3-ке тең және биіктігі 4-ке тең болатын цилиндрдің бізге ауданын табу керек және көлемін табу керек деген есеп берілсін. Ол есепті сіздер балаларға ұсынсаңыздар болады, немесе және ұсынып балалардың жауабын қалай тексереміз, бағдарлама көмегімен қалай тез тексеруге болады. Қараңыздар, аудан деген бөлімі бар. Осы жердегі ауданға біз жазамыз. Кешіріңіздер. Мұнда жазамыз. Аудан. Бізде геогебра бұл бөліктерін ғана есептеп береді. Яғни толық ол цилиндр көп бұрыш ретінде қарастырып оның ауданын есептеп береді. Және де цилиндрдің жазбасын жазған кезде бізде екі шеңбер немес және төрт бұрыш пайда болады. Осы төрт бұрыштың және шеңбердің жеке-жеке аудандарын табуға көмектеседі. Енді қараңыздар, көп бұрыш деп жоқ, былай жазайық, құралдар, аудан, шеңберді белгілейік. Міне D тең 28-де 27. D дегеніміз бұл бізде үстіңгі шеңбер болып табылады. Астыңғы шеңберде бізде сол мәнге тең. Ал енді қараңыздар, біз мына бір төрт бұрышты қалай есептейміз? Ол үшін сіздер қолмен есептеп қосуға болады. Және соны 28-де 7-ге қоса қоямыз. Келесі, құралдар бөлімінде көлемін анықтау бар. Бұл жерде біз көп цилиндрдің көлемін бірден анықтасақ болады. Яғни цилиндрдің үстіне баса қоямыз, бізде сразу шығып береді. Бірден шығады. Ал ауданын табу, ол бізде жеке бір жазықтықтағы фигуралардың ғана ауданын табуға арналған. Ал кеңістіктегі фигуралардың ауданын табу геогебра бірден тауып бере алмайды. Оны жеке-жеке элемент ретінде қарастырасыздар. Яғни шеңбер, төрт бұрыш, үш бұрыш секілді қарастырып, сосын ғана бірден табуға болады. Ал бірден оның цилиндрдің ауданын табу геогебра ондай амалды жасай алмайды. Міне бүгінге айтатынымыз осы. Және де сіздер қиып өтетін қимаға байланысты есептерде ұсынсаңыздар болады. Және мұндағы радиустың мәнін өзгертуге болады. Немесе, мысалы қараңыздар, H-ты көбейтіп азайтсақ болады деген сияқты есептің сандық мәнін өзгертіп жауапты алсаңыздар болады, оқушыларды шынықтыру мақсатында. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер.